Амансыздар ма қымбатты көрермендер? Кез келген адам ұзақ өмір сүргісі келеді. Әдемі жас көрінгісі келеді. Әсіресе қыз келіншектер. Ғалымдар әдемі қартаю мен жастықты сақтаудың жолдарын, әдістерін мыңдаған жылдар бойы зерттеп келеді. Әдемі көріну біздің денсаулығымызға байланысты дейді мамандар. Басты байлыққа назар аударып күтінсек, әдемі қартаюға болады дейді мамандар. Қалай? Бүгін айтамыз. Достар, мен өзіме мақсат қойдым. Қыстың соңына дейін 10 мың оқырманға жетуге. Сондықтан қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Бет әлпетті әжімнен сақтаудың сан түрлі жолдарын косметология саласы ұсынып келеді. Алайда жүзің жас көріну үшін ішкі ағзаның қартаймауы маңызды. Қазіргі заманда адамның қартаю процесін зерттеп жүрген ғалымдар адамның тез қартаюына бірнеше факторлар әсер ететінін айтады. Жас ұлғайған сайын ағзаға кері әсер ететін радикал молекулаларды азайту үшін оған антиоксиданттар қажет. Ал антиоксидант негізінен өсімдікте, азық-түлікте өте көп. Инсулиннің қалыптан тыс бөлінуі де адамда тез қартайтады. Сондықтан күнделікті пайдаланатын тамақтардың құрамында баса назар аударған жөн. Өйткені косметикалық өнімдер мен әдістер қысқа мерзімде ғана нәтиже береді. Ал жастығыңызды барынша ұзақ сақтағыңыз келсе, құрамында антиоксиданты көп келесі тағамдарды пайдаланғаныңыз дұрыс. Аскөк пен көкөністер. Адам ағзасын токсиндер мен радикалдардың кері әсерінен сақтайтын көкөністер. Қырыққабаттың түрлері. Саумалдық шпинат, салат, көк шөпті күнделікті қолданатын адамның терісі бірнеше аптада 40%-ға жасарады екен. Аскөк, райхан, ақжелкен, жалбыз секілді дәмдеуіштер тағамның дәмін ғана кіргізіп қоймайды. Адамды қоршаған ортадағы жағымсыз жағдайлардан сақтайды. Күйзелістен, ультракүлгін сәулелерден қорғайды. Жалпы аскөк ағзаны ауыр металл токсиндерінен тазартып, адамның иммундық жүйесін күшейтеді. Бұршақ тұқымдастарының күші. Бұршақ тұқымдас өсімдіктерге ақуыздың мөлшері өте көп және гиалурон қышқылына бай. Адамның жасы ұлғайған сайын ағзадағы гиалурон қышқылы азайып, тері тез қартаяды. Сондықтан адамның денесі де, жаны да жас болу үшін күніне бұршақ пен үрме бұршақты пайдаланған жөн. Годжи жидегі. Қазіргі таңда диетолог мамандар годжи жидегінің адам ағзасын жасартатын ерекше қасиетке екенін айтуда. Бұл жидектің 1 граммында С дәрумені апельсин мен салыстырғанда 500 есе көп екен. Бұл жидекті жиі пайдаланған адамның бетіндегі ұзақ әжімдер жазылады. Әжім түсудің алдын алады. Адамның беті, терісі құрғамайды. Өйткені годжидің құрамында бет терісін жасартатын коллаген бар. Қара өрік. Бұл кептірілген жемісте антиоксидант мөлшері жетерлік. Бұл тері тіндерінің бұзылмауын алдын алады. Тері жарқырап, әдемі болу үшін күніне қара өріктің 5-7 дана жеу керек. Қара өрік өте дәмді әрі пайдалы. Зәйтін. Зәйтін де адамның бет терісінің әжімінен сақтайды. Кез келген кремнен кем түспейді. Антиоксиданттардың ішінде ең сұранысқа ие осы зәйтүн. Қара шоколад. Тәтті құмарлар үшін қара шоколад ұсынылады. Өйткені оның құрамында какао адам ағзасына өте пайдалы. Какао ағзаға әсер ететін ультракүлгін сәуледен қорғайды. Тәттіге шек қою. Тәттіні тым көп жеген денсаулыққа зиянды. Бірақ өмірлік үйлесімділікті де естен шығармаңыз. Сымбатты мүсінмен салыстырғанда жақсы көңіл күй де маңызды. Тәтті жеп көңілді көтерілген жан өмірде ұзарады. Бірақ тек мөлшерін біліңіз. Анда-санда ғана жеуге дағдыланып, басқа кезде балғын және кепкен жемістер, көкөністер жеңіз. Майға шектеу қою. Адамдар арықтау мақсатында диетаға отырғанда, құрамында майы бар тағамдардан түгелдей дерлік бас тартады. Бұл салмақ тастау үрдісін тездеткенімен ағзаның өзге де мөлшеріне зиян. Әсіресе теріге май жетпеген жағдайда тез әзім түскіш болады. Сондықтан жаңғақ, қимақ, балық тағамдарынан бас тартпаңыз. Теледидарды ұзақ көру. Теледидардың алдында тапжылмай 1 сағат жату 22 минут өмірді қысқартады. Пайдалы пайдасыз сорттай қабылдап, миды толтыра біліңіз. Сусынды түтікпен ішу. Бұл кезде ерін жиырылады да айналасында әжім түседі. Бұл кеңестің темекі тартатын адамдарға да қатысы бар. Сіздермен бірге денсаулыққа пайдалы арнасы. Видео ұнаған болса достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Келесі кездескенше аман жүріңіздер.